Қасқыр мен есек. Барлық қасқыр айлакерлік және арам ой туралы біледі. Бір күні қасқыр есекке келіп айтты: «Досым, амансың ба? Мына жерде не істеп жүрсің?» «Хал жағдайымды білгеніңе рахмет. Денсаулығым нашарланды. Аяқтарым қақсап ауырып жүр. Тамақтана аламай жүрмін». Қасқыр арам ісін жүзеге асырмақшы болды. Ақырын келіп жай үн айтты: «Досым, негізгі сен есім кім?» Есек аңғал болса да ойланып ақылы жетіп қасқырға айтады: «Қасқыр досым, ренжімеш, өзімнің есімді өзім ұмытып тұрғанымдай. Менің аяғымның табанында есімім жазылған. Соны көріп жібересің бе?» Қасқыр есектің есімін біліп тұрса да қызығушылық танытты. Қасқыр енді есектің табанынан қарай бергенде есек оны табанымен бір тепті. Қасқыр артқа қарай домалып ұшып түсті. Бұны көрген түлкі бір күліп: «Қасқыржан-ау, тойдың ба? Ертеңге қалдырса» деп күліп кетті. «Біреуге ор қазба, өзің түсерсің» деп қазақ халқын бекер айтпаған.